Хақ пайғамбардың екінші сапары. Мекке Хазіреті Ибрахимнің сөзімен Құранда айтылғандай көк шықпайтын аңғар еді. Төңірегінде бір қылтанақ жоқ. Егістікке қолайсыз бұл аймақта қаланың тұрғындары саудамен немесе қолөнермен айналысуға мәжбүр болатын. Деректердің ешбірінде Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның әулетінен бірде-бір адамның қолөнермен айналысқандығы жайлы мәлімет жоқ. Әбу Талиптің Меккеде шағын дүкені болғандығы, оның өзінде мата сатумен айналысқандығы айтылады. Керуен саудасы қазіргі тілмен айтқанда қолма-қол айырбасқа негізделгендіктен ең азы бірге бір пайдалы іс болғандығынан ұсақ қаржыны талап етеді. Керуенді қорғап жетекке алатын жұмысшылардың ішіп-жемі, табанаққа, маңдай тері де қомақты қаржыны керек қылады. Жол торитын қарақшылар мен жүк артылған түйелердің жолда зорығып өлуі секілді және басқа да қауіптерді есепке алмаған күннің өзінде керуен шығару үлкен шығынды, ең бастысы зор тәуекелді қажет ететін. Осыған байланысты саудагерлер бағыты бір керуеннің сапарға бірге шығу жолын қарастыратын. Осылайша шығынды азайтып, қана қоймай қауіпсіздіктерінде қамтамасыз ететін. Осындай керуендер ұйымдастырылғанда ілесе алмаған көпестер оның пайдасын көріп қалу мақсатымен сатуға шығарған бұйымдарын аманат ететін. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның 20 жасынан асқан шағы саудада әжептәуір тәжірибе жинап төселіп қалған болатын. Ара-тұра туысқандарымен саудаға шыққаны қоймай, бірден науқастанып малына қарауға шамасы келмеген бір көпестің шаруасына қол бағысын тигізіп, жалғыз өзі оны керемет табысқа кенелтеді. Қайс ибн Сайб атты меккелік исламға дейінгі кезеңде Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламмен ұзақ жылдар бойы сауда саласында іскерлік қатынас орнатқан болатын. Қайс екі әлем сардарынан артық сенімді серікті кездестірмегенін айтады. Және сөзін былай түйіндеген болатын. Бір жаққа жолаушылап сапарға шыға қалсам, мал мүлкімді, үй жайымды Мұхаммедке тастап кетемін. Ол өзгелер секілді емес, шаруа тапсырса, былайға жұрт секілді амандық жоқ, саулық жоқ, өз аманаттарын түгендеп есімді шығармайды. Алдымен хал жағдайымды сұрайтын. Сапардан қайта оралғанда маған аманатымның толық есебін беріп, көңілімді әбден жайландырып барып, үйіне қайтатын. Іскерлік серіктестік. Әсет руынан Хуайлидтің қызы Хадишаны жерлестері Тажира және Тахира деген лақап аттармен атайды. Сәнімен салтанаты келіскен, ақылына көркі сай, мінезімен де ерекшеленетін Хадиша ар намысын асқақ ұстайды. Екі әлем сардары мен көңіл жарастырмастан бұрын 2 мәрте тұрмысқа шығып, олардың әрбіреуінен бір-бірден перзент сүйді. Өзі Меккеде елге танымал, бай саудагер болатын. Ол дүние мүлкін теңдеп, буып-түйіп, адам жалдап, жыл сайын керуенге бас көз болып жолға шыққан саудагерлерге тапсырып жіберетін. Сол әдетімен саудаға шығатын, мал мүлкіне ие болатын сенімді адам іздейді. Оның адам іздеп жүрген Әбу Талиб естіп қалады. Ол Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды шақырып алып,
Бауырым, менің қаншалықты қиын жағдайда жүргенімді білесің. Бір қолымда екі ете алмай жүргенім саған аян. Адам тіршілік жасайды, алайда дәрменім де шамалы. Осы жақында тағы да Шамға қарай керуен шықпақшы екен. Хуайлидтің қызы Хадиша бар тауарын түйеге артып дайын тұр. Тек сол мүлкін тапсыратын сенімді кісіні таба алмай отырған көрінеді. Хадиша бай әйел, қолы ашық, дәулетінен өзгелерге береді, бөлісе де алады. Ең бастысы адамгершілігі мол. Затын апарып сату үшін сен сияқты сөзіне берік, ісіне адал адам керек оған. Сен барып жағдайды түсіндірсең қайтеді. Жалдап алар бәлкім. Шынымды айтсам, сені Шамға жіберуге де яһудилердің зияны тиіп кете ме деп қорқамын. Алайда амалым жоқ, қолым қысқа, жағдайы өзіңе мәлім ғой, деді. Хазіреті Мұхаммед алейхиссаламның көкесінің сөзін жерге тастамай, сіз қалай десеңіз солай болуға тиіс, дейді. Мәселе Хадишаға жеткенде ол қатты қуанды. Сенімді шыншыл Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды шақырып алып, сізді Шамға жалдайтын дүние мүлкіме жауапты етіп аламын. Көктен іздегенім жерден табылды. Маған да өзіңіз сияқты турашыл адам керек еді. Адалдығыңызға қанықпыз ғой. Жалақымда бұған дейінгілерге бергендерімнен бірнеше есе артық төлеймін, деді. Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жайды Әбу Тәліпке жеткізді. Ardınca Әбу Тәліп Хадишаға барып, сен пәлен жерге қызмет үшін 2 түйе беріпсің. Біз Мұхаммедтің еңбегіне 4 түйе талап етеміз, деді. Хадиша сенімді, көңіліне шығатын адам таққанына қатты қуанып, ей Әбу Тәліп, мұның жарасы жеңіл. Одан да көп сұрасаңыз да ойланбастан берер едім, дейді. Әбу Тәліп разы болып үйіне қайтты. Хазіреті Хадиша күңі Майсараны Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға көмекші етіп қосып жолға шығарады. Оған осы кісі не айтса да бұлжытпай орындайтын бол. Жолай көрген білгендеріңді айта келерсің, деп бұйырды. Хазіреті Хадиша іскерлік әріптестігін ұсына келген Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды үлкен керуенінің жетекші етіп Шамға аттандырды. Күңі Майсара мен туысқандарынан Хузей мені де қасына қосып жіберді. Керуеннің соңғы аялдаған жері Бусра болатын. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұл сапарында Бахирамен тағы кездеседі. Ол кезде әбден қартайған Манах болашақ пайғамбарды көріп қатты қуанды. Көп жылдан бері осы бір күнді зарыға күткен ол, екі әлем сардары саллаллаху алейхи вассаламға, сен көп ұзамай пайғамбар боласың, әттең-ай, сен пайғамбарлығында жариялаған күнге өмірім жетіп, аяқ киімді тассам да сенің қызметіңе жарағанымда ғой шіркін, беу дүние-ай, деп аһ ұрып ішіндегі шерін шығарған еді. Бірақ ол сол күндерге жете алмаса да, Алла елші саллаллаху алейхи вассаламға ыстық ықыласын танытып, құрмет көрсеткен үшін ақыретте зор табысқа кенелері сөзсіз еді. Кейбір деректерде Бахира қайтыс болғаннан кейін оның орнын Настура атты Манах шіркеу қызметін атқарғаны айтылады. Аты аталған Манах та оны танып қойып, шіркеуден сыртқа шығып, Майсараға, ана ағаштың түбінде отырған кім, дейді. Ол Құрайыштықтардың бірі, Алланың үйін қорғаушылардан, деп жауап берді. Сонда Манах, ол пайғамбар болғанда да ең соңғысы, дейді. Манахтың бұл сөзі Майсараның пайғамбарымызға деген ықыласы мен құрметін еселеп арттырып жіберді.
Майсара тағы бір қызыққа куә болады. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның төбесінде екі періште оған көлеңке түсіріп, қамқорлық жасағанын көріп таң тамаша қылады. Бұл кезде керуен Меккеге жақындап қалған болатын. Басқа меккеліктер сияқты Хазіреті Хадиша да бір топ әйелмен бірге шатырға шығып, жолаушыларға алыстан көз салады. Хазіреті Мұхаммед пен Майсараны алыстан жазбай таниды. Оу, Мұхаммедтің үстінде ұшып келе жатқандар не нәрсе? Елес пе емес пе екен деп, көзін қолымен көлегейлеп, күн сала қарады. Жақындағанда байқады, екі періште Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды күн көзінен қалқалап келеді екен. Әйелдердің де кейбіреуі мұны байқап, тілден қалса араларында: «Қараңдар, Мұхаммедтің нақ төбесінде екі періште ұшып келеді» деп қорыққаны мен қуанғаны бірге айқайлап жіберді. Керуен аман-есен елге оралғанда Майсара Хадиша ханымға жолығып сапар жайлы есеп берді. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның ғажайып жан екен және малақтың сөзімен жолдағы көрген қызығын баяндайды. Сондай-ақ жол бойы қиындық көрмегенін әрі керуен екі есе пайдаға кенелген жеткізеді. Майсара Хазіреті Мұхаммедтің адамгершілігін айтып жеткізуге сөз таппай тек таңдана берді. Осы әңгімеден кейін Хазіреті Хадиша дереу орнынан тұрып, немере ағасы Уарақа ибн Науфалдың үйіне тартты. Ол өзінің көргені мен Майсарадан естігендерін оған баяндады. Хазіреті Хадишаның әңгімесінен айрықша әсер алған Уарақа көпке дейін үнсіз қалды. Жылдар бойы асыға күткен адамның Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның екеніне шәк келтірген жоқ. Ол өзінен жауап күтіп тұрған Хазіреті Хадишаға қарап: айтқандарың рас болса, онда Мұхаммед көп ұзамай осы елдің пайғамбары болады. Мен осы үмбеттің арасынан бір пайғамбардың шығатынын білетін едім. Ендеше мына заман соның заманы дейді. Уарақа жай адам емес еді. Ол Таурат пен Инжилді түп нұсқасынан оқи һәм жаза білетін сауатты әрі санаулы адамдардың бірі болатын. Ол кітаптардан ақырғы пайғамбардың түр сипатын және оның көп ұзамай келетінін білетін. Сондықтан ол сол пайғамбарды зарыға күтіп: «Шіркін, ол қашан келеді? Мен де оны көріп кетемін бе, әлде өмірім жетпей арманда кетемін бе?» деп әрдайым іштен тынып терең ойға бататын.